Бала мен педагог ар жануарлар туралы білімін нақтылап болған соң, бала бір жануарды таңдап соған басады. Мысалы, аюға басқанда, аю парақ бетіне көшеді. Осы жерде педагог баланың аю туралы білімін тағы нақтылап, қайталап, оның дене мүшелерін атап, қайда тіршілік етеді, қайда өмір сүреді, немен қоректенеді, соны тағы нақтылап, толықтырып өтіп кетсе болады. Тағы да аюға басқанда, аю міне өзі өмір сүретін орманға көшеді. Мысалы, үй жануарын таңдасақ, сиыр. Сиырдың дене мүшесін атап, ол немен қоректенеді, қайда өмір сүреді. Бәрін қайталап болған соң, сиырға басқанда міне сиыр аулаға немесе қораға көшеді. Сол сияқты, міне басқа жануарлар да өзінің өмір сүретін ортасына көшеді. Ешкі қорада, қоян орманда, түлкі де орманда, түйе қорада, барс тауда өмір сүреді, қой қорада өмір сүреді.